бір қандай да бір мәселе көтергенде, сауал көтергенде, сұрақ қойғанда бір шектеулер бар ма, цензура бар ма іште? Енді фракцияның ұстанымы бар ғой, партияның ұстанымы бар. Сол тұрғыдан қарағанда санасасың. Өйткені сен сол құрылымның мүшесісің, сол фракцияның өкілісің. Шыға ма сізге жеке сондай компаниялар, жеке адамдар біздің мәселемізді лобби жасап берші, сауал көтеріп берші деп? Бірақ ондай тенденция бар екенін білеміз. Иә, өткенде қоғамдық қабылдауға бір кісілер келді, сол кезде айтты. Осындай, енді олардың айтуынша, мен екінші тарап тыңдаған жоқпын, әлі ақпарат жинаған жоқпын. Біз осылай тұрғын үй кешенін салдық, жаңа әкімшілік осылай қыспақ көрсетіп тартып алды деді. Енді өзі де заңгер адам екен, ішіне бетіме айтып отыр. Мен сен бұны шеше алмайтыныңды білемін дейді. Бірақ енді сауал қылып ба бір осыны көпшілікке жария қылып айтып берші дейді. Мен айтам, жоқ, ренжімеңіз онда менің компаниям деп айтады ертең. Содан мен екінші тарапты әлі зерттегем жоқ, білмеймін. Осындай бір-екі ұсыныс болған шығар. Енді мен өз басым қосымша құн салығын бірден көбейту, шешім шығару, көбейту жайында ол әлсіздіктің белгісі деп білемін. Бізде мемлекетіміз, Аллаға шүкір, мүмкіншілігі көп мемлекет, және бюджет толтырудың басқа да тетіктері бар.